Бүгін сіз изменаны бірінші күн білдіңіз. Ол жайбырақат, бөлмеде жүргеніңізде телефонына сақ етіп көзіңіз түсті. Жаным, қалайсың? Деген сөзді оқып қалдыңыз. Жүрегіңіз тарс етті. Денеңізден суық құйғандай болды. Есіңіз жия алмай қалдыңыз. Телефонды не аларын білмейсіз, не ашарын білмейсіз. Қолыңыз дірілдегенде өз-өзіңізге ие бола алмайсыз. Біліп тұрсыз, ашып жүрсем өмірім тоқтайтындай. Ашпасам не болады екен дейсіз. Ашасыз, көресіз. Алдында удалить деп тұр. Түсіндіңіз, бұл ер азаматтың қасында сіз жүрген жалғыз әйел емессіз. Әйел изменаға душар болған кезде, әйел бәсекеге түскен кезде, әйел өзінің сүйіп отырған ер азаматының басқа да әйелге жылтыңдап жүрген байқаған кезде әйелдің өмірі тоқтап қалады. Әйел сол сәтте негізі өліп кетеді. Оның не болашағы жоқ, не бүйтіп қараса өткен бақытты, өткен шағы шын болды ма деп сұрақ қояды. Осы шақ ше. Ол гүлдірлеп, салдырлап, астында жүр бөлмеде. Сіз болсаңыз дірілдеп оның соткасын ұстап тұрсыз. Жаным, не болды, қайдасың деп дауыс естисіз. Еш нәрсе деп айтайын десеңіз, даусыңыз дірілдеп тұр. Жүгіріп барып телефон бетіне лақтырайын десеңіз, кетіп қаламын деп қорқасыз. Осы кезде сіз қақпанға түсесіз. Не кете алмайтын, не бара алмайтын. Құрбыларыңызға звондайын десеңіз, қорқасыз, мазаққа айналам ба деп. Мамаңызға шырылдайын десеңіз, ересексіз. Мамаңыз не істейді? Көн деп айтады сізге. Енеңізге айтатын болсаңыз, бұл әулетке жария болатын масқара деп қорқасыз. Сол сәтте сіз жабыласыз. Сол сәтте сіз тұншыға бастайсыз. Сіз телефон жабасыз, қоясыз, үндемейсіз. Ол да түк болмағанда келіп сіздің бетіңізден сүйеді, чай ішейік дейді. Чай құясыз. Бірақ күлкіңіз бұрынғыдай емес, біртүрлі салқындық пайда болады. Қорқыныш пайда болады. Жаным, түрме не болды, біртүрлі болып қалдың ғой деп айтады, түк білмегендей. Сіз ешнәрсе дейсіз. Ол жұмысқа жиналады, кетеді, сіз қаласыз. Нағыз бейшара кез басталады. Оны кешіккен минутын, гудок барған кезде алмайтын телефонын, WhatsApp'та в сети болған кездегі сізге жауап бермейтін сізді жынды қылдырады. Сіз эмоциональный качеля, мозговая жвачка. Толқыннан толқынға жек көрініш пен махаббат сезімде тұрып қаласыз. Бұл состояниедан шығу керек. Бұдан кету керек. Әрекет, тек қана әрекет. 6 күндік жеке жұмыс оған қатты көмектеседі. Өйткені ол программа сол үшін жарияланған. Өзіңізге қарай қадам жасаңыз. 6 күндік жұмысқа келіңіз.